Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге осындай узормен сальфетка тоқуды көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Тоқымамызды бастаймыз. Әдеттегідей жіпімізді қолымызға орап, ілмек іліп аламыз. Осылайша 3 ілмек іліп аламыз. Енді бір ораммен баған жасайтын боламыз. Бізге 1-ден 24 баған қажет болады. Осылайша 24 бағанымызды жасап алдық. Енді жібімізді түйіндейміз. Тағы да 3 ілмек ілеміз. Және 3 баған жасаймыз. Үш баған жасағаннан кейін осылайша 2 ілмек іліп аламыз. Және 3 баған жасаймыз. Әрбір 3 бағанның ортасынан 2 ілмек іліп отырасыздар. Бізге барлығы 24 баған қажет болады тағы да. Осылай 3-3-тен 24 баған жасаймыз. Жиырма төрт бағанымызды жасап алдық. Енді жібімізді түйіндейміз. Тағы да 3 ілмегімізді іліп аламыз. Және дәл соның бірінші ілмегіміздің түбінен іліп баған жасаймыз. Жаңа біріншіде 3 баған жасасақ, бұл жолы бізге 5 баған қажет болады. Бес бағаннан кейін 2 ілмек іліп, тағы да 5 баған жасаймыз. Барлығы бізге 40 баған қажет болады. Осылай айналдырып шығасыздар. Міне айналдырып шықтық. Енді жібімізді түйіндейміз. Үш ілмек іліп аламыз. Енді жеті баған жасаймыз. Жеті бағанымызды жасадық. Енді 2 ілмек іліп, тағы 7 баған жасаймыз. Бізге барлығы 56 баған қажет болады. Осылайша біз 56 баған жасап шығамыз. 56 бағанымыз дайын.
Енді жібімізден түсінеміз. Тағы да 3 ілмек ілеміз. Бұл жолы 9 баған жасайтын боламыз. Шетінен осылай 2 бағаннан қосып отырамыз. Тоғыз баған жасаймыз. Оның барлығын көрсетпей ақ қояйын. Әрбір 9 бағанның ортасынан 2 ілмек іліп отырамыз. Енді 11 баған жасаймыз. 9-дан кейін 11 баған жасаймыз. 11 бағанымызды жасап жатырмыз. Міне 11-ші бағанымызды жасадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы қатар бізде 11 баған. Осылай 2 рет 11 жүргеннен кейін 11 бағанды 2 рет жүреміз. Екіншісін жүргеннен кейін осылай арасындағы ілмегімізді осылай 5-ге көбейтетін боламыз. Бірінші ілмегімізде түйіндедік. Енді тағы да 11 ілмек жүреміз. Бірақ бұл жолы 11-ші ілмегіміздің екі шетінен 2 ілмекті қысқартып отырамыз. 11 ілмек жасаймыз, бірақ шетінен 2 ілмекті осылайша қысқартамыз. Және ортасына 2 баған қосатын боламыз. Екі бағанның ортасына 5 ілмек іліп аламыз. Осылайша біздің тоқымамызда бедер пайда болады. Шетінен осылай енді 2-2-ден қысқартып отырамыз. Осылай 2 бағанды қостық. Енді келесіде 9 баған жасаймыз. Бағана қосып отырсақ, енді алып отырамыз. Азайтып отырамыз, осылай қысқартып. Екі ілмек жасап, 2-2-ден 6 баған жасайтын боламыз. Әр 2 бағанның ортасынан 2 ілмек іліп отырамыз. Осылайша 6 ілмегімізді жасап алдық. Осылай қысқартуды көрсетке дейін тағы да бір рет.
Енді бізде 7 баған жасаймыз және оны да қысқартамыз. Ортасына осылай 2-ден 8 баған жасайтын боламыз. Осылай бір жерден 4 баған, бірақ ортасына 2 ілмек жасаймыз. Ал тең ортасына 5 ілмек жасаймыз. 5 ілмек жасадық. Енді 2 баған жасаймыз. Екі баған жасағаннан кейін тағы 2 ілмек жасаймыз ортасына. Енді тағы да 2 баған жасаймыз. Осылайша бізде 8 баған болады. Мен сіздерге көп қылып көрсетуге болушы еді, бірақ уақыт онда видеомыз өте ұзаққа созылып кетеді. Сіздер жалығып кетпесін деп осылай қысқа түсіріп жатырмын. Тағы да бағандарымыздың шеткі 2 бақанын осылай қысқартамыз. Бұл жолы 7 баған жасаймыз. Бірақ 2 жағынан осылай қысқартамыз. Міне бізде осындай тоқыма пайда болды. Бұл жолы бізге 10 баған қажет болады. Тағы да 2 баған жасап, 2 ілмек жасаймыз. Тағы да 2 баған жасаймыз. Тағы 2 ілмектен кейін 1 баған жасаймыз. Бір бағаннан кейін 5 ілмек жасайтын боламыз. Және 1 баған жасаймыз. Екі ілмек жасап, тағы 2 баған, 2 ілмек, тағы 2 баған болады. Барлығы 10 баған жасайтын боламыз. Екі ілмектен кейін 5 баған жасаймыз және екеуін қысқартып отырамыз. Енді соңғы айналым қалды бізде. Тағы да 3 ілмек жасап, соңғы бағандарымызды жасайтын боламыз. Бұл жерде барлық бағандарды осылай бірден қысқартамыз. Әдеттегідей 4 бағанымызды жасап аламыз. 2 баған, 2 ілмектен. Екі ілмегіміз жасап, енді бірден 5 баған жасайтын боламыз.
барлығы 13 баған жасаймыз осылай. Тағы бір рет көрсетіп кетейін. 3 бағанымызды осылай алып бірден қысқартатын боламыз. Осылай тоқымамызды айландырып шығамыз. Сонымен біздің тоқымамыз дайын. Бізде осындай бедермен осындай майлық шықты. Назарларыңызға рахмет.